Қызылша – бұл жылдам таралатын жұқпалы ауру, әсіресе тамаққа жарымайтын немесе туберкулез ауруына шалдыққан балаларға қауіпті. Ауру адаммен байланыста немесе қасында болғаннан кейін 10 күннен соң суық тию белгілері бойынша басталады. Бұлар дене қызуы, тұмау, көзі қабынуы және жөтел. Ауру уақыт өткен сайын асқына түседі. Ауыз іші қабынып, ісініп, іш өтуі мүмкін. 2 немесе 3 күннен кейін ауыздың шырышты қабығының тұздың жартысындай кішкентай ақтақтар көріне бастайды. Керек арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Мен үшін үлкен мотивация. Рахмет. Одан кейін 2 немесе 3 күн өткен соң құлақта немесе мойында, сосын бетте және денеде, ең соңында қол мен аяқта бөртпелер пайда болады. Денеге бөртпелер шыққаннан кейін баланың жағдайы әдетте жақсарады. Бөртпелер 5 күннің ішінде шығып болады. Кейде тері астына қанның құйылуы, қара қызылша салдарынан шашыраңқы қара дақтар көгерген жерлер байқалады. Бұл дерттің әсерінің өте күшті екендігі білдіріледі. Мұндайда дәрігерлік көмекке жүгіну керек. Қызылшаны емдеу жолдары. Бала төсекте жату керек. Сұйықтық көп ішіп, құнарлы тамақ жегені жөн. Егер ол қою тамақты жей алмаса, сұйық сорпа беріңіз. Егер балаға емшек киімі қиынға соқса, онда емшекті сауып, сүтті қасықпен ішкізіңіз. Көздің бөлінуін болдырмау үшін мүмкіндігінше А дәруменін беріңіз. Қызу көтерілгенде және бала тыныссызданғанда парацетамол, аспирин беру қажет. Егер құлағы ауырса, антибиотиктер ішкізген жөн. Өкпесінің қабынғанда менингитті немесе құлақ пен асқазанның қатты ауырғандығын білдіретін белгілер байқалса, дәрігер шақырыңыз. Егер баланың іші өтсе, регидрацияны су беріңіз. Алдын алу. Қызылшамен ауырған баланы басқа балдардан бөлек ұстаған жөн. Әсіресе тамаққа жарымаудан болатын аурумен ауыратын, туберкулезбен немесе бойға сіңіп кеткен басқадай аурумен ауыратын балалардан сақтанған жөн. Қызылшамен ауырып жатқан баласы бар үйге басқа үйдің балаларының келуіне болмайды. Қызылша ауруы бар үйдің балалары, егер олар бұл аурумен ауырмаған жағдайда мектепке, дүкенге немесе басқа да қоғамдық орындарға 10 күнге дейін баруға болмайды. Жас балалар организмнің қызылша ауруына қарсы тұрып, шетінемеуі үшін олардың жетіліп ет алуы қажет. 8 айдан 14 айға дейін бала қызылшаға қарсы егілу керек. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.